Ғабит Мүсірепов, Ұлпан, 3 бөлім, 5 тарау. Ел жайлаудан қайтып, күздік көлдерге жылдағысынан гөрі кешеуілдеп келіп қонып жатыр еді. Ұлпанның шешесі несібелі қайтыс болған хабары келді. Жайлауда отырғанда Ұлпан Торсан мен Бішкенді ертіп барып, біраз күн шешесінің қасында болып қайтқан. 80-ге келіп қалса да, байғұс кемпір тың еді. Бішкеннің екіқабат екенін танып, немеремнен туған баланың маңдайынан бір иіскесем болды. Содан соң алатын Құдай ала берсін деп қалған. Ұлпан бұл жол балаларымен бірге Еменалыны ертіп барып, шешесін жерлесіп қайтты. Балалары сол жақтан Торсанның еліне қонақтап қайтуға кетті. Былтырғы той кезінде болмаса, Бішкен ол үйліге барған еместі. Жазықтыры Бішкен Қызылжардан толып тасып қайтып еді. Қызылжар төрелері жас келіншекке көп көңіл бөліпті. Мақтапты, сыйлапты, аққуға теңепті. Ояз бастығының әйелі бір жолы Бішкенді қалаша киіндіріп, өзі Бішкеннің сәукелесін киіп, ойын-сауық үйіне апарыпты. Жайлауда Сибанның қыз бозбаласы Бішкеннің қасында болыпты. Күн батса, Алтыбақан, Ақсүйек, жаңа Кәукер бикендер, жас Ұлпан Шынарлар Сибан жайлауын ойын-сауыққа толтырып өткізді. Жанарған ойындар бар, жаңа әндер бар, жаңарған жастар бар екен. Барлық жаңа әндер Бішкен отауында тоғысып, сол отаудан тарап жатты. Осы жаз, осы жайлау Ұлпан шешенің бақыт дәмін тойына татқан кезі болды. Енді 1-2 айдан кейін немерелі болуын асыға күтетін. Жастар жағынан ойын-сауыққа араласпайтын, құлағына ән кірмейтін бір-ақ адам бар. Ол Торсан. Ол өте іскер болыс. Дамылсыз ел аралайды. Дамылсыз Қызылжарға барып қайтады. Күн-түні қолымызды босатпайды деп хатшылары зырқаған. Ел мойнында 10 тиын недайымке қалса, атымызды саттырып төлетеді деп ауылнайлар зырқағып жүреді. Торсанның елінен Бішкен көңілсіз қайтты. Едәуір таралыпты. Өңі қуаң тартқан, құса беретін болыпты. Әйелдің екіқабат кезінде ондайлар бола береді. Ұлпан еш нәрседен қауіптенген жоқ. Арба соғып, шаршап келген шығар деп ойлады да қойды. Қызын еркелетіп, сылап-сипап, көңілін аулай берді. Бішкен көңілі кейде жадырап кетеді. Шешесіне қалжың айтады. Апа, сен маған екіқабат болған кезінде, мен сенің қай жерінен тепкілеп жаттым деп әурелейді. Аяқтарыңның есінде қалмады па? Аяқтарыңнан сұра дейді шеше. Түнде тыныш жатушы ма едің? Іште жүргенде сен күн-түн дегенді қайдан білейін деп едің? Ауырсынатын ба едің? Жоқ Тәңірі, сен ішімде жатып аунақшығанда, менімен ойнағысы келетін шығар деп қуанушы едім. Мен де сөйтем апа. Кейде Бішкеннің осындай қалжыңдарының өзінде бір әдейілік бардай сезіледі. Әлденені білдіргісі келмей, шешесін алдаусырататын сияқтанады. Шешесі үйде жоқта жылап алатыны байқалады. Оны шеше білмей қояр ма? Ұлпан ойына осы жағынан бір күдік байлана берді. Торсан Бішкеннен 2 күн соң келді. Қызылжарда ұры-қарыға тыйым салуға арналған съезд бар екен. Соған жүруге асыға келді. Хатшылары түн бойы қағаз жазудан бас көтерген жоқ. Қасында уақтың 2 биі бар. Торсан өзі түн бойы Ұлпаннан ұры-қарыға Есенейдің қандай жаза беретінін сұрастырып отырды да, таң ата Қызылжарға жүріп кетті. Бішкенмен қай уақытта, қанша уақыт бірге болғанын ешкім білген жоқ. Кешке қарай Бішкен шешесіне қатты ауырып қалғанын айтты. Уақыттан қайтқан жолда ауыра бастаған екен. Ішім жарылып барады деді. Арба соғып тастайды, ештеңе етпес. Доктор шақыртайын ба? Шақыртшы апа. Ұлпан әуелі түсік бола ма деп қорқып еді. Олай бола қалса, Ұлпанға ең үлкен қайғы сол болар еді. Ондайдың белгісі жоқ екен. Бірақ Бішкеннің іші тым көтеріліп, кернеп барады. Қандай тамақ жақпай жүр екен. Штаб пен капитаннан 3 дәрігер келіп еді, олар да не ауру екенін біле алмай қысылып тұрған секілді. Біріне бірі көнбей тұрғандай кезек-кезек бастарын шайқайды. Соқыршек жарылып кетпесе жарар еді. Сол болып шықса, біздің қолдан келер не дәрмен бар? Бішкен таң ата қайтыс болды. Тегі сол соқыршек жарылып кеткен болу керек. Іші күңк болып көтеріле-көтеріле, екі өкпені сығымдап, тыныс жолы құм құйылғандай тарыла-тарыла, аяғында бір жола бекітіліп қалды. Шеше мен баланың жасқа толы көздері біріне бірі дәрменсіз қадалып, бірін-бірі бұлдыр көріп бара жатып, қош айтысты.
жасырып келген сыры барын Бішкен шешесіне жарық дүниеден үміт үзіліп, жан алқымға келгенде ғана айтып кетті. Торсан бұзық адам екен. Енді менің денеме соның қолын тигізе көрме, апа, деді. Бішкен қайтыс болғалы, Ұлпанның күні түні әрине жылаумен өтіп келеді. Бір үйде жалғыз. Жылаумен жатады, жылаумен оянады. Шашы едәуір ағарып кеткен. Кейде күн шықпай, Бішкен зираттың басына барып отырады да, күн бата қайтады. Үлкен киіз үйде өзінен басқа жан жоқ, үн жоқ. Ұлпанның қайғысын бірге қайғырысқан көрші ауылдар да көп дабырлай бермейді. Бішкен шешесін жалғыз қалдырып кетті. Туған туысқан, аға іні, апа қарындас дегеннен ешкім жоқ. Жалғыз қалды, жапа жалғыз қалды. Жалғыз қалған кім? Ұлпандай шеше ғой. Бір елге ана болып отырған ана да жалғыз қалады екен-ау. Кешке қарай Ұлпанның қасында үй толы адам отырады. Ұлпанның көңілін көтереміз деп, әр ауылда қандай жақсылық болып жатыр, соны айтса. Биыл егін шығымды екен. Десятинасынан 30 пұттан кем түспес. Шөп те сондай. Апырау, әй, Ұлпанның жалғыз ақ нары 30-ға жақын түйе болыптау. Биыл 3 нар боталапты. Ақ бура қандай жардай түйе болып, жалғыз жәпек болмаса, маңайынан жан жүргізбейді. Ақ көңіл анай адамдар осылай көңіл аулай отырып, сол көңілді жаралап алғандарын байқамайда қалады. Жарықтық теңбіл көктің тұқымын айтсайшы. Есекең қысқа қарай қасқырға ылғи көк теңбіл ат мінуші еді ғой. Теңбіл көктің арғы тегі араб жылқысы. Пайғамбарымыздың өзі мінетін пырақтың тұқымы болса керек. Есенейге Сырым батырдың жылқысынан ауысып келген екен. Айналайын, Бішкенді айтам-ау. Уақыттан қайтарда 3 теңбілді жектіріп алып, ауылға жалғыз тартып отырыпты. Торсанға өзің бірдеме қылып жетерсің депті. Бішкен мен Торсанның аты аталғанда Ұлпанның көз жасы төгіліп кетеді. Өлім қайғысына Бішкеннің ең соңғы айтқан қайғысы келіп қосылады. Торсан бұзық адам деп не себептен айт деген. Бішкен жоқтан өзгеге өкпелей беретін шетін жанды, жас емес еді. Бішкеннің ауылға жалғыз қайтқанында үлкен бір себеп барын неғып байқамағанмын. Бішкен де өзім сияқты. Көзі жетпей тұрып көңілі қалмаушы еді ғой. Көңілі бір қалса қайтуы да жоқ еді. Байғұс бала Торсанның бір күнәсін кешіре алмай кетті. Онысы не болды екен? Торсан Бішкенді жерлеп болғаннан кейін келген. Қайғырып келді, көп өкінді. 2-3 күн зират басынан кеткен жоқ. Күйрек жанды адам болу керек, бозарып жүдеп кетті. Енді оның бар ойы жалғыз қалған шешеге қамқорлық көрсету болып қалғандай еді. Өзі өлердей қайғы жұтып жүріп, бар баққаны, бар күтері Ұлпан болып та қалды. Бұл кезде Ұлпанның көңіліне ешкімнің аяушылығы, ешкімнің қамқорлығы кіріп те шықпайтын. Бір қайғысын ұмыта алмайды. Ол Бішкеннің өлімі. Енді бір қайғысын шеше алмайды. Ол Бішкеннің Торсан туралы соңғы айтқан. Торсан Бішкеннің 40 өткенше үйден шықпап еді. Одан кейін амалсыз болыстық жұмыстарымен болып кетті. Кеңсесі осында болғанмен, басқаратын елі басқа жерде болғандықтан, көбінесе сол елі жағында жүретін болды. Қыс ортасында Қызылжарға кетіп бара жатып, Торсан кеңсесіне соғып еді. Бұл жолы оның түсі Ұлпанға тіпті ұнамай қалды. Жонданып, жоталанып алған екен. Даусы қойланып алғанға қалай, мұрнынан сөйлейтін болыпты. Әр сөзін өлшеп пішіп, салмақтап алып айтатын болды. Бұл енді көрген қайғысын ұмытқан адам емес, тіпті қайғы көрмеген адам. Бішкен басына жалғыз барып қайтты. Жақын адамның басынан қайтқан кісі азды көпті мұңайып, бірлі жарымды күрсініп қалар болушы еді. Торсан жүзінде ондайдың белгісі жоқ еді. Дәл аттанарда қайғы жүдеткен Ұлпанға аяушылық көзімен қарап, апай, дұрыстап шайыңды қайнатып беретін кісің де қалмады-ау деді. Мұнысы абайлаған адамға тезірек үйленбесең болмас дегендей естілер еді. Ұлпан оны естіген жоқ, құлақ асқан жоқ. Осыдан ай жарым өткеннен кейін Торсан өз елінде жүріп, Ұлпанға өтеміс биді жіберіпті. Бар ойлайтын апамның жай күйі. Ұқсат етсе, шайын құйып, төсегін салып, күтімінде болатын бір келін әкеліп берер едім депті. Маған ешкімнің күтімі керек емес. Үйленем десе өзі білсін. Жас жігітке үйленбе деп кім айта алады, деді Ұлпан. Бұл кезде баяғы Күрлеуіт ауылында Торсанның өз елінде ерсілі-қарсылы тойлар болып жатыр еді. Торсан үйленіп алды. Ұлпанды кіші баласы Мырзашқа айттырып қойған
Түленнің әкесінің әкесі, Тілепбайдың шешесінің сіңлісі, Ақбайпақтан туған Қарабайдың қайыргелдісінің жиені, Егембердінің немере қызын алып отырған Ырымбектің Жәуке деген қызы бар еді. Торсан соған үйленді. Ырымбек Ұлпанның жылқысын баға жүріп, бұл кезде байшыкештеніп алған еді. Торсан іргелес отырған күрлеуітке қона түстене жүріп, сол Жәукемен көңіл қосып қалған. Айттырамын деген уәдесі де бар еді. Амал не, Бішкенге үйленген соң аралары суыса бастап еді. Аяғында тағы табысты. Жәуке сұлу қыз. Бойы шарғылау болса да, дене бітімінде олпы-солпысы жоқ, бәденді жаралған. Азғана мінезі шәлкестеу, оның оқасыне тәңірі. Торсан оның жынын бір қаққаннан қалдырар ма екен? Торсан Жәукені Ұлпанның үйіне март айында алып келді. Міне апа, келінді болдым. Енді күтіміңе уайым жеме. Күрлеуіт қызы өзіңнің жақын сіңлің де. Ұлпан тұра келіп, Жәукенің бетінен сүйді де, құтты қадамың болсын шырағым деді. Жәуке пысық адам екен. Бішкен қайтыс болғалы едәуір салақсып кеткен үй ішін қақтырып-соқтырып жылдам иелене бастады. Анда-санда үй жинаудың ретін Ұлпаннан сұрап алады да ойдағыдай етіп шығарады. Тек ауылдың әйелдеріне тігірек келіп қалады. Әдеттегі ағайындық жолымен келіп, жәрдем етіп жүрген әйелдерді осы үйдің не күңіндей, не жалшысындай көріп, менсінбей жұмсайды. Алдымен көзіне бір түсіп кеткенде дәмеліні жәбірлепті. Сен кемпір осы үйдің қонақ емес шығарсың. Апамның қасында отыра бермей, қолың бірдемеге тисін де, ішетін жейтініңді ақтап жесеші депті. Дәмелі Ұлпанға жылап келді. Басқа еш нәрсеге араласуды қойған Ұлпан дәмеліге араша түсті. Жәукені шақыртып алып, шырағым, сен бұл кісіге соқтықпай жүр. Бұл кісі менің жан серіктерімнің бірі болады деді. Ендеше отырсын деді де Жәуке кетіп қалды. Әдейі дөрекілеу жауап қайырып, шамданып кетті. Қашанғы әдеттері бойынша осы үйдің жұмысына ақсыз-пұлсыз жәрдем еткен әйелдер кешке қарай Ұлпанның қасына келіп отырып, ең болмаса бір шай ішіп кететін еді. Бүгін ол да болған жоқ. Болды, кете беріңдер деді Жәуке. Әйелдер өкпелесіп жарасыпты. Жәукенің осындай мінездерінен Ұлпанмен екі арасы да жақсы алмай келеді. Жәуке осы үйге кіре бере иесі бола кетермін деп ойлап еді. Иесі мына қақпас кемпір екен. Бішкеннің төсегі тұр деп бір бөлмеге кіргізбей қойды. Бір бөлмеде өз төсегі. Күні бойы келім-кетім кісілерін күтіп, үлкен бөлмеде тағы өзі отырады. Бізге тигені бұрыштағы жалғыз бөлме. Өзге дүниесіне қол тигізер емес. Жәуке Торсанды түн бойы қажап қайрап шығады. Сен бұл үйдің ұлы емес, иесі де емес екенсің. Маған айтқанының бәрі өтірік екен. Маған Құдай алдындағы уәдем сені айттырамын деп жақындасып, бір алдап кетіп едің. Есенейдің барлық мал-мүлкі екеуміздікі деп тағылдапсың. Сен ана қақпас кемпірдің базаршысы. Ол сені ұл қылып алмапты, күшік күйеу, кірме етіп алыпты деп күйдіреді. Тілі удай ащы. Қызының жылы өтсін де, шыдай тұршы. Онда мені үйіме апарып таста. Сүйіктіңнің жылы өткен соң әкелерсің. Ол тіпті ұят болар еді. Шыдай тұр дегенге түсінсеңші. Немене, сүйіктіңнің мұнарасын салып болғаныңша шыдайын ба? Ол да керек. Оны салдырмасам бүкіл Сибан өкпелі болар еді. Ендеше мен бір күні қақпас кемпірдің бетінен ала түссем, өзіңге өкпелеме. Торсан шошынып қалды. Жүріп тұруды азайтып, ылғи бақылай отырмаса, Жәуке бірдемені бүлдіретіні рас сияқты көрінді. Жәуке, айналайын, сен менің не айтқаныма түгел түсініп алшы. Істің жөні былай ғой. Түсінгім келмейді. Өзің бері бұрылып жатшы. Торсан бұрылып жатты. Үйшілік жайлары анда-санда осындай күйге ұшырай берген соң, Торсан ешқайда кетпей, Ұлпан мен Жәукенің арасын бақылауда болды. Ұлпан түйіліп қалғандай ешбір мінез көрсетпейді. Қайта Жәукенің жәбірленбеуін ойлап, көп нәрселерді алдын ала ескеріп отырады. Қыс бойы далада тұратын жүктерін ақтартып, Жәукенің бөлмесіне жаңа кілемдер, жаңа төсек орындар берді. Өз бөлмесінде тұратын француз айнасын сыйлады. Жәукенің екіқабат екенін біліп, ақылын айтып жүрді. Бірақ Жәукенің іші жылынбай қойды. Жәуке тартына берді. Жона бергеннің жұқарар кезі, соза бергеннің үзілер кезі бар. Ұлпан сол кезеңіне бір-ақ күнде ұшырасып қалды. Бішкеннің басына әкесінің мұнарасынан гөрі кішірек, қызға лайық мұнара орнатып болған соң, Ұлпан шешесінің жылын беріп қайтуға әзірленіп еді. 3 ақжал күрең пәуескеге жегіліп жатқан. Ұлпанмен бірге бармақшы болған Шынар да келіп отырған. Парат шеккен тарантаспен Еменалы да келе жатқан. Жәуке отауынан шығып,
ат жеккен Шондығұлға: пәуескен жекпе, тарантасты жек, құда түсерге бара жатқан жоқ қой деді. Бәйбішенің өзі осылай деді ме деп сұрады Шондығұл. Мен айтып тұрмын ғой, естімей тұрмысың? Отауынан торсан да жүгіре шығып, Жәукені оқты көзімен бір атып қалды да үлкен үйдегі Ұлпанға келді. Апай, біз ертең Қызылжарға жүретін едік. Келініңіздің аяғы ауыр ғой, пәуеске тыныш болар еді деді. Маған бәрібір шырағым, тарантас та жарайды деді Ұлпан. Бәленің басы осы пәуескеден басталып кеткенін Ұлпан білген жоқ. Жүріп кетті. Ұлпан туған ауылына келсе, әке-шешесінің екі үлкен қоңыр үйі тігулі, бар жоғы төсеулі екен. Несібелінің жылын беруге Ұлпанның келерін біліп отырған ауыл түгел әзірленіпті. 40 үй күрлеуіт Несібелінің асын кінаратсыз жақсы өткізді. Туған ауылының көрсеткен құрмет қошеметіне Ұлпан қатты риза болды. Көп оның әке-шешесіне ондаған жылдар жәрдемдесіп, еңбек сіңген адамдар. Солардың адал ақыл еңбегін өтегісі келіп, ағайындарынан әке-шешесінен қалған жылқыларды айдап әкелуді өтінді. Бұдан 20 жыл бұрын өз үйінде 10 шақты жылқы бар еді. Содан бері Есенейдің Ұлпанға берген бір қос жылқысымен бірге бағылып жүрген мал ендігі 40-50 болған шығар деп ойлады. Енді ол иесіз қалған мал. Соны ағайындарына бөліп бергісі келді. Ертең елге қайтпақшы. Бүгін сол жұмысты орындамақшы еді. Ұлпанның өтінішін таңертең естісе де ешкім атқа мінген байқалмай еді. Түске тармаса Ұлпанға ауылының 3-4 ақсақалдары келді. Ұлпанжан деді ақсақалдар бірін-бірі кимелей сөйлеп. Ұлпанжан, бұл арада бір жылқы қалған жоқ. Күйеу баламыз торсан келіп, сенің қосыңды Қаршығалыдан Шайгөз уақ жеріне қарай аударып әкеткен. 2-ақ жеті болды. Артекемнің азғана жылқысы да бірге кете бар. Шайгөзден 10 жігіт келіп, біздің ауылдың жылқышыларын қуып жіберіпті де, жылқыны айдап жүре беріпті. Жылқышылардың астындағы аттарын да аударып алыпты. Елге хабар кешігіп жетсін дегендері ғой. Сенің жай күйіңді біле тұра хабарлай алмадық. Өзі істеткен шығар деген де ой келді. Жоқты айтпай отыр. Ондай ой сен көп миға келмесе, өзге ешкімге де келген жоқ. Осының ар жағында бір арамдылық барын бәріміз де білдік. Ұлпан әуелі қатты шошынып қала жаздап еді. Ақсақалдар бірін-бірі кимелеп, бар жайды айтып болғанша бойын жинап алды. Бекер олай ойлапсыңдар дегісі келгендей азырақ езу тартты. Оқасы жоқ, Қаршығалының жері қыс түскенше тыңая тұрсын деген ғой, дей салды. Енді бұл ауылда отыра беруге Ұлпанның дәті шыдамады. Түс ауа еліне жүріп кетті. Қаршығал мен Сибан жерінің арасындағы жайлау көлдері бос қалған. Күзгі көк ақырын-ақырын тепендеп, келер жылдың қамын ойлағандай үнсіз жатыр. Жазғытұрым қамысты көлдерге ұялайтын үйрек қаз енді айдынды көлдердің бетін жауып кеткен. Балапандарын жаз бойы жүзуге үйретіп еді, енді ұшуға үйретіп жүр. Суға қана қалса, ата-аналары алдында бала-шағалары көш-көш болып соңында шұбыра жүзіп жүр. Ұша қалса да солай. Жер таныған, су таныған үлкендері алдында. Балапандар соңынан үшкірленіп ұшып, қанат қағыстары бірдей, қозғалыс қимылдарында бытыраңқылық, даралық жоқ, тұтаса ағып барады. Бірдей құбылады, бірдей көтеріледі, бірдей қонады. Ел көшсе, жайлау жетімсіреп қалады. Құс кетсе, көл жетімсірейді. Жайлау қазір бос қалған. Құстар да жыл жаққа ұшып кетуге әзірленіп жүр. Мынадай көлдерге бір шомылмай кетпейтін едік-ау, Шынар-ау, деді Ұлпан. Көкше құраға сарғая бастаған бір жалтыр көлдің тұсынан өте бергенде. Мен де соны ойлап келе жатырмын. Көкке аунап, көлге шомылмай кетпейтін күндеріміз қандай қызық еді. Далаға да қоныс алушы едік. Осы көлге қонып, таң ата жүріп кетсек қайтеді. Бәрібір елге бүгін жете алмаймыз. Күнде батып барады. Сөйтекші Ұлпан. Жолаушылар сол көлдің жағасына қонып қалды. Көз байлана Ұлпан мен Шынар шомылып қайтуға көлге келіп еді, су біраз салқындаған екен. Баяғыдай құлаштарын кере сермеп жүзіп кете алмай, екеуі де суға тітіркеніп түсіп шықты. Бірінің бірі арқасын жуды, бірін-бірі киіндірді, сүртіндірді. Сонда да дүниедегі ең таза суға соңғы рет шомылғандарына көңілденіп қайтты. Тезек оты лаулап жанып тұр. Етті жей отырып, қымызды іше отырып, көңілді әңгіме шертетін кеш. Өлең айтатын, жадырап күлетін кеш. Бірақ ол қайдан болсын? Еменалы таспих тартатын діндар болып алыпты. Көзін жұмып алып, күніне таспихты неше рет тартқанын санай отырып тартады. Шондығұлда намаз да жоқ, күнәсі де болмаған адам. Шынар ұялшақ. Ұлпанда дос-жарларынан
айтпай қалмайтын бір түйіншегі бардай сезіледі. Оның үстіне Ұлпан бірдеме айтып отырмаса, өзгелері үн шығарар емес. Ұлпан мана Қашығалыдағы жылқыны Шайгөз жеріне аударғанын естігенде іші дір ете түскен. Онысын білдірмеген, бірақ соның ар жағында бір бәлет барын түсініп келе жатыр. Торсан Қашығалыдағы жылқыны өз еліне қарай аударып алса, әсіресе 20 жылдан бері сол посты бағып келген Күрлеуовтың жылқышыларын қудырып жіберсе, бұл қайдан жай болсын. Соны астарлап, жанамалап болса да, ел құлағына шалындырып қойғысы келеді. Тентек қайным-ау, деді Ұлпан Еменалыға. Өзің бір жола молда болып алғанбысың? Таспиғыңды тырсылдатасың да отырасың. Қайтейін, Ұлпанжан, күнәкар адаммын, күнәкармын. Осы кісі қызық адам болып бара жатыр, деді Ұлпан қасындағы адамдарына айнала қарап. Өзі күнәкар болғанымен қоймай, мені де күнәкар етейін деп жүр. Менде алатын еншісі бар, алмай қойды. Осы күнге дейін еншісін бермегенім үшін Құдай алдында мен де күнәлі болам ба деп қорқамын. Ұлпан дәл айтайын дегеніне осыдан кейін оралды. Мен бар мал-мүліктің қақ жартысын Біжікенім мен Торсанның атына жаздырып қағаздатып қойдым. Енді ол Торсанға бұйыратын болар. Мал-мүліктің қақ жартысы өзімде қалды. Маған малдың керегі не? Тентек қайным бүгін алмаса, ертең алар деп қалдырдым, деп сөз аяғын қалжыңға айналдырғандай бітірді. Отырғандардың шала естіп, шала түсінгендері болушы еді, енді түгел түсінді. Сибан байлығының қақ жартысы Шайгөзге аударылып кеткен екен. Ұлпан сонысына өкінетіндей көрінді. Ұлпан тобы күздік көлге түсе ауа кешке жақын жетіп еді, өз аулы орнында болмай шықты. Жүгіріп келіп, Ұлпанның арбасын қоршап алған балалар үлкен бір қуанышқа сүйінші сұрағандай шуласып: апай, сіздің ауыл кеше көшіп кеткен. Апам айтады, қысқы үйлеріне барып кіріп алыпты дейді. Өзге ауылдар орнынан қозғалмапты. Ұлпан балаларға кәмпит, бауырсақ үлестіріп берді де Шынарды үйіне түсіріп, өзі амалсыз қыстауға қарай жүріп кетті. Күн әзір жылы. Әр орманның бауырында егін шөп машиналары ән салып жүр. Үлкен бір себеп болмаса, қыстауға қона қоюға тым ерте. Ұлпан үлкен ағаш үйдің алдына келіп тоқтады да таң қалды. Аула толы Ұлпан танымайтын Шайгөз жігіттері. Төрелер түсетін үйдің айналасында ақ жағалы, жез түймелі, етіктері майлап алғандай жалтыраған адамдар қаптап жүр. Бір жиналыс бар екен ғой деп ойлады Ұлпан. Үлкен үйдің баспалдағында қарны қампиып жәуке тұр. Орнынан қозғалар емес. Ұлпанды үйге кіргізбеу үшін есікті күзетіп тұрғандай екен. Әлдеқайдан дәмелі шыға келіп: Ұлпанжан, енді сен қонақ үйде тұратын болғансың, деді. Наразылығын жасырмай қатты дауыстап айтты. Қасында жарқырап киінген бір төресі бар Торсан Ұлпанға жақындап келіп: апай, ренжімеңіз, үлкен үй толы қонақ, ренжісеңіз де сіз қонақ үйде боларсыз, деді. Бұрын апа деуші еді, бұл жолы әдейі жатсыратып апай деп тұр. Есік алдында қозғалмай тұрған жәуке де жарылмай қала алмады. Неменесін мәймөңкелейсің, деді Торсанға қадала қарап. Бір кісіге бір бөлме аз болады деп тұрмысың? Біз екеуміз бір бөлмеде тұрып келдік қой. Әй залым, деді Ұлпан Торсанға. Әй залым, нағыздың өзі екенсің-ау. Маған көрсеткен қорлығың өз басыңа келмей қоймас, тек өз басыңнан асып, үрім бұтағыңа кетпегейді. Ұлпан амалсыз қонақ үйге келді. Қожын үйдің орта бөлмесінде қоныштарын үзеңгі қажаған көп етіктер жатыр. Есігі ашық тұрған үлкен бөлмеде 15-20 адам керкілдесіп, керісіп карта ойнап жатыр. Орыстар 17-ге қарт алмайды. Мен орыс емеспін, сен қазақ та емес, орыс та емес, итсің. Мен сендей түрмеден қашқан ұр емеспін. Сен бе? Сен нағыз түрмеде шіртетін доңыздың өзісің, деген дауыстар естіледі. Бәрі де бейпіл ауыз, бұзық адамдар екен байқалады. Ұлпанды көз шалып қалғандары: о, сәніміз енді келетін болды. Құдай бұйырса, десіп қалды. Дәмелі Ұлпанды қонақ үйдің кішкене бөлмесіне әкеліп кіргізді. Ұлпанның, Біжікеннің төсек орындары осында жиналған екен. Шынысы, таспен ұрғандай шатынап жарылған француз айнасы да осында тұр. Оны Ұлпан жәукеге сыйлап еді, осында әкеліп тастапты. Әдейі сындырдым екен, көшіп-қонып жүргенде бірдеме тиіп кеттім екен. Шайың бар ма, Дәмелі? Бар ғой, айналайын, бар. Шай ішіп отырып, Ұлпан Дәмеліден: күйеу балаң жақсы жігіт болып шықты ма деп сұрады. Жігіттің сырбазы, деді Дәмелі. Қақ-соқта жұмысы жоқ. Егін мен шөп машинасының екеуінде жүргізе біледі. Машинасын сындырып алғандар шауып сол Тастанбекке келеді. Жұмыс үстінде қабағы түйілген емес, ылғи күліп жүреді. Апа,
Мен осы саған тартыппын деп қояды. 2 немерем бар. Екеуі де маған таласады да жүреді. Бақытты екенсің, дәмелі. Шайдан кейін Ұлпан Біжкеннің зиратына барып келді де қызыл іңірден жатып қалды. Дәмелі үйіне кетерде, Дәмелі апа, біреуді Шынарға жібере қойшы, күн шықпай осында келсін деді. Ерте жатқанмен ұйқы қайдан келсін? Пәуескеден басталып, қонақ үйдің кішкене бөлмесіне кіріп келіп тірелген айуандықтың ұзынан ұзақ желісі бар екен ау. Бәрі көз алдынан шуалып өтіп жатыр. Қаршығалыдағы жылқы Шайгөз жеріне аударылыпты. Әке-шешесінен қалған азғана жылқы қоса кетіпті. Бұрынғы жылқышыларды қуып жіберген. Қысқы үйлерге ерте қонып алудың себебі де енді ашылды. Ұлпанды қонақ үйден кішкене бөлмесіне көшіріп, әшейін бір жесір кемпір деп аяушылық көрсеткісі келгенде, жоқ, мен Ұлпанмын. Айқай салсам барлық сибан атқа мінер еді. Әттең, сен хайуан, сибанның барлық басты адамдарын бір күнде итжеккенге айдатып жіберуге шаман келеді. Төрелеріңді соған жинап отырған боларсың. Мен сибанның қай ауылының шетінде отыра беруге де арланбас едім. Әттең, зират басына барғанда өзім салдырған үйлердің қасынан көзімді жұмып өтемін бе? Ол емес, әркімнің мені аяй қараған көзіне қалай шыдармын? Сен мен отырған ауылдың тұсынан қоңыраулатып шауып өтетін боласың ғой. Оған құлағым қалай шыдар? Әртүрлі ойлар ойнай берді. Бастан кешкен қайғысыз қайғылы күндер де тізбектеліп өтіп жатыр. Солардың бірі болып, Есенейдің бір күйінгені де есіне түсті. Есеней ұзақ ауырып, азаптанып жатып, Ағынарым-ай, көрмеген азабым қалмады-ау. Обалыңа қалған екенмін. Мұндай ит өмірден енді не күтіп жатырмын? Ана темір сандықты ашшы. Бір кішкене алтындатқан сауыттың ішінде аузы желімделген шыны болар, соны алып берші. Бұл азаптың ініне біржола су құяйын деген. Ұлпан Есенейдің сұрағанын қолына алып тұрып, «Қума» деп сұрады. Жорықта жүргенде жау қолына түсіп қалсам керегі болар деп жоңғар саудагерінен аттың құнын беріп алып едім. Тағы бірде Есеней кереге басында ілулі тұрған кісесін көзімен нұсқап, Ағынар-ау, саған менің осынша қиналып жатқанын бақпай-ақ қойғаныма, ана бір сары кездікті ала салып, сол жақ өкпемнің тұсынан неге салып жібермейсің деген. Кездік те, алтын сауыттағы у да содан бері Ұлпанның өз сандығында жата беретін. Қазір Ұлпан екеуін де сандығынан алып, жастығының астына қойды. Түн бойы есепсіз ойлар шешімін таба алмай өте берді. Таң ата ойланардың бәрі ойланып болған сияқты еді. Алдағы ит өмірден қимайтын еш нәрсе қалмапты. Оң қолы біресе кездікке, біресе алтын сауытқа тиіп жатып, Ұлпан байламын жасады. Бір сөзді адам еді, айнаған жоқ.